Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге құм мен тас өсиет әңгімесін айтып беретін боламын. Ал ендеше мені тыңдаңыздар, мен бастаймын. Бір күні екі дос болыпты. Ол екеуі жолда келе жатып ұрсып қалады екен. Сосын бір досы екінші досын бетінен ұрып жібереді. Ал екінші досы үндемей құмға барып, бүгін мені досым ұрып жіберді деп жазады. Олар арғарай жолға барады. Олар шомылғысы келеді. Олар суға түсіп, құмға жазған досы суға батып бара жатыр екен. Сосын ана досы оны құтқарып алады. Ол досы барып тасқа жазады. Бүгін менің досым құтқарып қалды деп. Ана досы келіп бұлай дейді: сен неге бағана құмға, ал қазір тасқа жазып жатырсың дейді. Ана досы айтады: егер де біреу жамандық жасаса, оны құмға жазу керек. Ол желмен ұшып жазу жоқ болады. Ал егер де жақсылық жасаса, оны тасқа жазу керек. Жақсылық мүлдем ұмытылмайды дейді. Егер де балалар, мен өсиет әңгімем бітті. Бұл өсиет әңгіме ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, арнаға жазылып. Ал ендеше мен видеомды аяқтайын. Барлықтарыңызға пока-пока.